Бұлар денеде билік құрады. Біреуінің сипаты екіншісіне қайшы келгендіктен бір-бірімен үнемі қарсы келіп жатады. Рух хайуанидың негізі ерекше күшпен жамандықты әмір етеді. Оны нәпсі дейді. Әлгінде сен қызығып жаңғақ дәнін тойғанша жедің. Қарның сыздаса да көзің тоймады. Нәпсінің жетегіне ердің. Өзімде ұялып тұрмын. Бұдан былай нәпсіңді ауыздықта, сабыр сақта. Бұл сөздерің жігерімді шыңдады, деді бала. Әңгімем аяқталған жоқ. Жалғастыр, деді бала. Әгер әке адамзаттың жол бастаушы серігі рух-сұлтани болса, жайлы тіршілік орнайды жер бетінде. Сонау ықылым заманнан айтылып келе жатқан ата-бабаларымыз аңсаған қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын өмір дегеніміз сол. Ғажап, деді пейіш нұрына шомылғандай сезімдегі бала. Ғажап. Бала бір-біріне ұқсас бөлмелерді ұзақ аралады. Бәрінің іші қызылды, жасылды, шөп, түрлі өсімдіктер, басқан ізі байқалмайды. Аралап келіп, екінші есіктен далаға шықты. Бұл жерде құрма ағаштары жайқалап өсіп тұр. Екеуін алды. Біреуі өзіне, екіншісі анасына. 2-3 құрманы жеп көріп еді, орнына құрмалар қайтадан өсіп шыға келді. Баланың басына тамаша ой келді. Бұрылып үйге енді де, аса қамқор, ерекше рахымды Алланың атымен бастаймын, деді. Көздерін тарс жұмып, қолдарын алға созды. Табыла көр, мен іздеген құрақ көрпе. Алға аттап еді, бір бөлменің есігі сырылып ашылды. Көзін ашса, тоқымдай құрақ көрпесі жатыр алдында. Ата, таптым, деді қуанғаннан. Қайта ғой еліңе, рұқсат. Ақ сәлделі, ақ сақал қолын бұлғап, қоштасу рәсімін жасады. Бала тоқымдай құрақ көрпеге отыруы мұң екен, көзді ашып жұмғанша өзі келіп тоқтаған тау бөктеріне тік ете түсті. Күн көкжиекке тақапты.